Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қуырылған тұшпара дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Әсіресе той дастархан үстелін керемет ашады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып, үстіне жұмыртқа, қопсытқыш, дрож, тұзымызды салып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін ерітілген сары майымызды салып, барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз. Араластырып болған соң қамыр илейміз. Міне достар, қамырымызды илеп болдық. Енді бетін жауып 1 сағатқа тындырып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанға дейін картоп пюресін дайындап аламыз. Қайнатылған картопқа сары май, сүт құйып, дәміне қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап езіп шығамыз. Міне, біздің қамырымыз дайын болды. 1 сағат өтті, қамырымызды жайып шығамыз. Салмасын салып, пельмендерімізді түйіп шығатын боламыз. Жабыстырған кезде екі жағын қысып жабыстырыңыздар. Майға қуырған кезде екі шеті ашылып кетуі мүмкін. Міне достар, біздің майымыз қызып тұр. Енді жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Осымен қыздар, біздің тұшпарамыз дайын болды. Өте керемет болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға көп рахмет.